Мен негізі күнде видео түсіремін бе деп ойлап едім, бірақ бүгін жұмыстамын. Кешегідей ситуация солай отырып жай үйде не істеймін. Кәдімгідей просмотрларым азайып кетті. Ничего, жаймен деп көтерілеміз. Не бір ай бойы дыбыс алмады, конечно. Я лақтырып тастаған шығар, YouTube уже заброшенный канал деп па. Сағат әлі 1. Мен сағат 9-ға дейін отырамын. Андай жеңіл бірдеңе киіп алмасаң, әйтпесе жұмыстастық. Далада ыстық болып тұр деймін. Күн таңертең қойып бір салқын ауа кіріп еді. Қазір вообще ештеңе жоқ. Мен потом шашымды жүргізіп алдым. Мен турецкийден бастаған дәптерім. 14 мыңға курс сатып алып онлайн. Нормально негізі. Нормально. Менің ойым еді негізі 90 күн бойы 90 минуттан болса бір турецкийге арнайын ба деп. Но пока сөз болып қалып жатыр өліп. Осы әріптер латынша екен ғой, оказывается. Турецкийде латынша. Ну, какой-то диалог рандомный. Мынау сөздер, сандар оп-оңай енді. Мынау енді кішкене 0 непонятнылау, 0 деп айтады. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, вообще. Бір деп 6, 7, 8, 9, 10. Сәлем достар, қалайсыздар? Вроде қасымда ешкім жоқ, сөйлей алатын сияқтымын. Ой. Не көгершін тұрған. Біреуін лақтырдым, что-то бір жер ауырып тұрған сияқтымын. Ойбай. Оңдікі де шешенде, оңай. Көмектесіп алар едім, ешкім сұрап тұрған жоқ. Күшті кәдімгідей. Шөміз батыр. Шаруаларыммен шықтым. Пипец. Не топырақ суырған ауа райы маған шашым райып бірат едім еще. Көрсеткенім де ғой. Ужас. Әкем өзінен түседі, соны күтіп алам. Негізі желге не против, жел жақсы ғой. Жаңағыдай топырақ шықпасын бірақ енді. Ала дейтін жаман бар, қана қарадыңдар. По такой степени. Офигеть. Даже мен бүйтіп тісімді тісімен естеймін ғой, қарайым ғой, сол кезде топырақ жоқ аузымда. Ода өлі. Мына бір кісі бар еді, әкемнің досым, акасы менің үйімнің жанында тұрады екен. Мына кісі курспен қойдым, информация. Все конфиденциально. Желдің түрі мынандай. Бұлар жасап тұрған қандай жақсы бетім түсіртіп едім, бір слой шаң шықты. Я это запечатлела, да, или нет? Фу, ё. Опять меня аузымда шығып қойдым, опять ошибка. Аузымда жүреді енді шаң. Ой, да, енді ауылыма барам қашты. Ауылымда хотя бы бүйтіп топырақ суып тұрмаған шығар. Ал базардамыз. Болды почти. Мен сұмдым. Базарда отырмын. Ай, өзіме мынандай 1000 теңгеге қиналып алдым қайта. Қайт мен үйреніп алып едім, андай экранды баспай-ақ фокус қойып алатын. Жоқ па не ондай не? Ай, тарс еткіземіз. Дұрыстап оқушы жасасаң, надеюсь, бір жылға жарақ болады шығар. Просто кие салуға. Әдемі екен, жылтырап тұр. Сосын сіңірім менен не сұрады? Кішкентай қыздардікіндей дейді. Неге екенін түсінбедім, солай мен. Мыналар 200-ақ теңге тұрады, сосын осыны алып салдым. Разноцветный енді, бұны енді ұнатпайды шығар, енді қайтеміз енді. Осыны алдым. Ұнамай қалып жатса деген вариант. Мынандай простой қара. Бұлар просто үлкен енді. Мен таппадым басқасын. Әкем маған Алматыдан шашу... Алматыдан ау деймін, Алматыда ғой. Алматыға барып қайтты тойға. Сояқтан шашу алды. Тезірек үйге шығып кеттік қойды. Ой, бля, әкеңе ондай ватаны есту қызық екен. Қызық екен, бірақ әумин дедім. Әумин, осындай
кирдәчем. Соен бирса ауылға қайтамыз. Ауылда жел бар екен, бірақ ондай қатты емес. Вот такое вот небо у нас. Сосын мынау менің велигім. Әдемі тұрғысып кетіпті. Бірақ байғысына бұған неше жыл болды? 5-6 жылдай болып қалды. Ойбай! Тәшкімен жүрім ол мен. Айда болуға болады дейді, бірақ жылайын болып тұрған жоқ, пока тұра берсін ады. Қайтадан тұрсайын. Бұның тұру-тұрмау бәсе айттым ғой, құшын тұрмайды. Неменеге қосылған. Сарайға кіргізіп саяқ. Жаңбыр жоқ көтер. Жыл болғанша бұл неге бір темір тақалса